Adrasını verin. И уюта вашего дома в одном месте. Ақтөбе футбол клубының серіктесі. Так, biz Ақтөбе Кайсар матчына келдік. Rusya var. Ha? Rusya. Ya, Şakeng var. Былтыр Астана 4-0-ге келгем. Биыл енді Қобыландыға, Кайсарға сол мені қайталайтын шығар деген оймен. Шәкең әдемі жерден билет алып қойып, доп алатын жерлерімізді байқаса анаяқтан қарап, бұндай рәсімдерді көрмедік. Мен бүгін қызыл киікпен жүрсем. Ағын кем ғой бүгін. Maç başladı. Максим Самородов. Вратарь, сейчас здесь. Вот зачем Жалпы есеп 0-0. Бірақ Ақтөбенің белсенділігі байқалады. Допқа иелік ету 65-те 35 шығар. Қазір бұрыштама добы. Ешқандай нәтиже жоқ. Қайсарлықтар жақсы қорғанып жатыр. Қарымта шабуыл. Міне керемет. Мүмкіндік Бедемон. Бәрекелді, әдемі гол на раздевалку оқнул. Ақтөбе бағадан бері шабуылдап, қарымта шабуылда әдемі комбинациямен. Мынау Абамян құсап ойлап жатыр ғой. Міне қаларат қалды. Тыңдап отқандар болса да, гол салатын Бегемон дедім ғой. Мен қара жігіт салат дедім, бірақ ассист болды ғой. Әлі екінші тайм бар, салат деген ойдамыз. Осымен үзіліске кеттік ау осымен. Ақтөбектер сыйғалады жатыр, себебі әлі голдан кейін. Осымен бірінші тайм тәмам. Ақтөбе жақсы ойын өрнегін көрсетті. Бір тайм бойы допқа көп иелік етті. Опасный моменттер деген қазақша қауіпті сәттер көп жасады. Сөйтіп тайм соңында долгожданный дейін заслуженный бір голды салды. Үзіліс аяқталды, екінші таймға кезек берейік. Қайсар командасында 3 ойыншы ауысып жатыр. Ақтөбеде ешқандай өзгеріс жоқ. Жақта Самородов, Бұрай, бәрі орында. Ақтөбенің тікелей қарсыластарының матчын қарап отырмыз. 23 минутте бірінші тайм. Онда бассыз жеңіліп жатыр. Әр таблицаны көрсетесіз. Лайф тиісте бойынша қазір керемет
39 1 мен 2-ні. Мүмкіндік бар. Бізде әлі бір ойын запаста бар екен. Ордабасын ұтамыз ғой дома. Ордабасын дома ұтамыз. Қазір Ақтөбе шабуылдауда. Тепси, Асқат тепси, Асқат. Топтың маңында Әлібек Қасым Әлібек бар. Сосын Бауыржан Байтана. Екеуінің арасында кикілдіріш бар сияқты. Әлібек кикілдіріш Қасым Байтана. Ой, әдемі, жақсы, өте жақсы. Қайтайын деп атқанда қызды ғой. Бәрекелді. Ақтөбе жеңіске жетті. Қазір енді дәстүр бойынша ойыншылар барлық алаңда аралап шығады. Сосын бір зиг айтылады, сонымен үйге қайтамыз. Мына жерде Кенже Сариевтің футболкасын киіп алыпты. Ақтөбенің легендасы өкінішке қарай карьерасын сырқатына байланысты аяқтап жіберді. Ерте аяқтап жіберді. Бірақ көпшіліктің есінде Кенже Сариев өте жақсы сақталды, қалды. Футболшылар енді біздің секторға келе жатыр. Командада Петрушбек, Карпович, Андрей. Мынаның арасында бір-екі блогерлер жүрген шығар, если мені көріп қалып жатса, сәлем, менде арнама тіркеліп қойыңдар. Матч аяқталды. Барша Ақтөбе жанкүйерлерін бүгінгі жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз. Ал дүйім жұрт енді әрі қарай тойлайды. Ақтөбе бүгін айтпақшы 3 тамыз күні 3 тамыз күні лига конференциясында Ақтөбе өнер көрсетеді. Ол жердегі қарсыласы Кутаиси Торпедо. 6-сы Қайратпен болады, 6-сы. Одан кейін ары қарай уже принципиальный соперниктерде маңызды ойындар. Ордабасы бар. Астана бар, по-моему. Астана келді ме? Астана жоқ. Содан кейін КПЛ-дың тағдыры шешіледі. Күзге таман КПЛ аяқталады, сонымен көреміз кім чемпион болатынын. Әзірге 2 ұпай айырмасы. Ақтөбе стадионына биыл негізі жөндеу жұмыстар жүргізілген, бірақ сыртына қарасаң олай емес секілді. Жалпы бір былтырғы Астанамен болған ойыннан кейінгі ешқандай бір жөндеу жұмысы жүргізілмеген сияқты, сол күйі өзгеріссіз қалған сияқты. Жалпы жылына бір рет осылай Ақтөбеге келіп, Қобыландыға матчқа келіп тұруға тырысам. Бүгінгі матчқа шақырып себепкер болған Шәкең. Қалай матч ұнады ма бүгін? Иә, жақсы керемет. Кім ең үздік ойыншы кім? Видимо, Сіз деп айтасыз? Әдетте не деп айтады Қайратта? Қайратқа ма? Айтпай-ақ қояқшы. Давай да. Сонда да білсек. Кім чемпион биыл? Ақтөбе ғой.